Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Qadrменді достар, мінекей сіздермен бүгін Құранмен дос бол атты онлайн курсымыздың ең алғашқы дәрісін бастағалы отырмыз. Бұл сабағымызды Құран әліппесі және тәжвид қағидалар деген кітаппен өтеміз, Құдай қаласа. Бұның авторы Ғалымбек Мақсұтбекұлы Тобашев деген кісі. Бұл жалпы тәжвид үйренуде бұл кітап өте қолайлы кітаптардың бірі деп айтуға болады. Енді бұл кітаптың мына жерде мінекей кіріспесіне кішігірім тоқталып өтетін болсақ, енді бұл кіріспесін әрине өздеріңіз оқып аласыздар, және де оқып алғандарыңыз әрине абзал болып есептеледі. Кішігірім айта кететін болсам, мазмұнын бұл жерде жалпы Құранның көп оқылатын кітап екендігі, Құранның оқылуының өзі ғибадат болып саналатындығына қатысты және Құранның артықшылығына қатысты бірнеше дәлелдер келтіріліп, көптеген жақсы дүниелер айтылған. Пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде айтады: мен алиф лам мим бір әріп деп айтпаймын, алиф бір әріп, лам бір әріп, мим бір әріп деген. Яғни оның әрқайсысына 10 еседен сауап жазылады әрбір әріпке. Бұл әрине минимальный сауап, және де 700 есеге дейін ол сауап артады деген пайғамбарымыз. Және де ол 700 еседен де жоғары болуы мүмкін деген, дұрысын Алла біледі. Сол себепті Құранды оқу үлкен сауап. Мысалға адам бисмиллахир-рахманир-рахим десе 19 әріп бар. Бұл жерде егер минимальный сауаппен алатын болсақ 190 сауап. Ол 700 есеге дейін көбеюі мүмкін. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның басқа бір хадисінде пайғамбарымыз айтады: сендердің ең қайырлыларың Құранды оқып, Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендерің дейді. Және де тағы да бір хадисінде пайғамбарымыз айтады: қияметтің күні болған кезде Құран өзін оқыған адамға шапағатшы болып келеді дейді. Мінекей Құранның артықшылығы, Құранның абзалдығына қатысты мінекей осындай хадистерде көптеп келген. Ендеше бізде Құранды мүмкіндігінше жақсылап оқуға, жақсылап үйренуге, және де оны өзгелерге үйретуге тырысқанымыз жөн. Алла тағала өзіне баршамызға өзінің жәрдемін берсін, жәрдемшіміз болсын. Енді сабағымызды бастайық. Ең бірінші мінекей Құран әліппесін кіріспе ретінде біз әрине араб тілінің алфавитін үйренеміз. Араб тілінің алфавитін үйренуде міндетті түрде көңіл бөлетін нәрсе бұл жерде бұл араб тілінің алфавитін жаттап алу. Өзі 28 әріптен тұрады. Мінекей не бар 28 әріп. Осы 28 әріпті жаттап алу, жақсылап жаттап алу қажет. Және де құр жаттап қана қоймай, бұны араб алфавитінің бұл әріптерін әрбірінің бейнесін, әрбірінің түр келбетін жақсылап танып алғанымыз жөн. Өйткені бұл әріптер басында, ортасында, аяғында бөлек-бөлек жазылады. Бұны алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Сол себепті сол кезде қиналмас үшін жақсылап жаттап, жақсылап танып алуымыз керек. Яғни мысалға әріптер ретсіз келіп тұрған кезде сіз бұл әріптің қандай екенін айтуыңыз керек. Мысалы сад әрпі қазір мына жерде басына қойып қойса, сад әрпін қандай әріп деген кезде сіз сад әрпі деп айтып беруіңіз керек. Енді мына дұғадан бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби яссир ва ла туассир, Рабби тамим бил хайр. Раббым, әрбір ісіме жеңілдік бер және оны маған қиындата көрме. Бастаған ісімді әрдайым игілікпен аяқтауды нәсіп ет. Аумин. Бұл дұғаны жаттап алсаңыздар болады. Әрбір істің басында айтып отырсаңыздар, иншалла Алла тағала жеңілдігін береді. Енді кеттік. Мен өзім бір оқып шығайын, сіздер тыңдап алыңыздар. Алиф, алиф, ба, та. Ескере кететін жайт, қиын емес әріптерді мен қалай оқылуынан есіне тоқтамаймын. Яғни өзіміздің жаңағыдай қазақ тіліндегі сияқты ұқсас әріптер болса тоқтамаймын, тек сол дыбысталуын қалай оқылатынына ғана тоқтап өтемін. Алиф, ба, та, фа. Бұл әріп мінекей сақауша шығады. Фа әріпі сақауша шыққанда бұның оқылуы мына тіліміз екі тістің ортасына келу керек. Екі тістің ортасына тілдің ұшын шамар шығарасыздар да, қатты шығармаңыздар, шамалы ғана мысалы. Ұшын шығарасыздар да, фа, фа, фа деп айтқан кезде өзі автомат түрде сақауша шыға келеді. Одан кейін джим, джим, ха, ха, ха. Бұл тамақтан шығатын әріп ха. Мына
тамақтың ортасынан тамақты қысу арқылы ха. Бұл енді алғаш тәжвид үйренуші адамдарға кішкене ауыр келетін әріп, бірақ бірте өзі орнына келеді. Қайталаумен ақырын түсінумен ха. Бұл ауыз қуысынан, таңдай жақтан шығатын әріп. Ха. Сосын мына жерде бір ескере кететін жайт, мына жерде мысалы х деп жазылған, жалпы араб алфавитінде деген әріп жоқ, және де араб алфавитінде о деген әріп жоқ. Сол себепті бұл жуан әріп болғаннан кейін кішкене түсініктірек болсын деп әрпін қойған. Яғни сіз ха секілді, мысалы дат секілді, ра, сад секілді жуан әріптер келген кезде о қылып та айтпайсыз, мысалы хо деп та айтпайсыз, немесе тым ашық ха деп та айтпайсыз. А мен оның ортасын аласыздар дағы ха дейсіз. Яғни а мен ашық, ха деген ашық, ха мен хо деген екеуінің ортасын аласыздар. Ха, сонда өзі жуан ха болып шыға келеді. Яғни қазақша дыбыстаған кезде мына жерде кішкене аны жақындатқан, бірақ х деп оқылмайды. Ха, а мен оның ортасы. Ха. Дәл. Бұл да фә әрпі сияқты сақауша шығады. Вәл. Тілді екі тістің ортасына алып бересіз. Вәл. Ра. Бұл да жаңағы ха сияқты а мен оның ортасын айтасыз. Ра. Ро немесе ра деп болып кетпесін. Ра. Зә. Ешбір кедергісіз, сақаулық қосылмайды. Зә. Син жіңішке. Шин. Сад. Бұл да жаңағы мына ра және ха сияқты а мен оның ортасы. Сад. Дад. Бұл дад әрпі мына тілдің қиын әріптердің бірі. Тілдің ұшын мына екі алдыңғы күрек тіске әкелесіздер. Содан кейін сол күрек тістің кімге қалай ыңғайлы, кішкене оң жағына немесе сол жағына қаратай тигізіп дад дейсіздер. Дад, яғни тілдің ұшын күрек тіске тигізіңіздер. Енді шамалы кімге қай жақ ыңғайлы? Маған мысалы оң жақ ыңғайлы. Шамалы оң жағына шамалы қисайтыңыздар тілді. Дад, немесе сол жағына дад. Маған оң жақ ыңғайлы. Дад. Сол кезде дад әрпі әдемі шыға келеді. Та әрпі бұл жуан оқылады. Бұл да тура солай. Та тілдің ұшын тістің оң жағына қаратай немесе күрек тіске әкеп тигізесіздер. Та. За әрпі. За әрпі бұл тілдің ұшын тістің үстіңгі жақ азу тісіне қаратай апарып, азу тістің ет жағына қаратай, ішіндегі ет жағы болады ғой, етпен жалғасқан жер, сол жерге апарасыздар. Сақауса шықпау керек, бірақ жуан шығу керек. А мен оның ортасын айтасыз бәрінде. Айн. Яғни ха мен айн әрпі бұл ең қиын әріптер, ең алғаш үйренушіге әрине. Одан кейін оңай болып кетеді, бұны тәжірибемен ақырын қайталай бергеннен кейін. Айн, яғни тамақты қысу арқылы тамақтың ортасынан шығады. Айн. Одан кейін ғайн, кәдімгі біздегі ғабит деген секілді. Ғайн. Фә. Қаф. Кәф. Ләм. Мим. Нун. Вау. Ха әрпі бұл мына тамақтың кеудемен қосылған жерінен шығады. Мына жерде тамақ бітеді ғой, мына жақ мына өңіш. Мысалға, егер мен мына жерді бассам қазір, шықпайды да, дұрыс кедергі бар. А бұл шығу үшін ешқандай кедергі болмау керек, таза ауа өз шығу керек. Яғни мына жерден мысалы сіз уф деген кезде ешқандай кедергі болмайды, таза шығады ғой, уф деген дыбысың. Тура сол сияқты ешбір кедергісіз деген дыбыс шығу керек. Одан кейін я әрпі.
Енді қадірменді достар, мен бұл әріптерді қазір бірге қайталайық. Бірге қайталаған кезде мен бұл әріптерді айтамын. 3 рет айтам, 3 рет айтқаннан кейін кідіріс жасаймын. Кідіріс жасаған кезде сіздер менің артынан қайталайсыздар, өздеріңіз қайталайсыздар, иә? Әлиф, әлиф, әлиф. Бә, бә, бә. Тә, тә, тә. Сақауша, иә? Сә, сә, сә. Джим, джим, джим. Ха, ха. Тамақтан, иә, тамақтың ортасынан. Ха. Таңдайдан ха, ха, ха. Кәдімгі хабар деген кезде ха. Дәл, дәл, дәл. Бұл да сақауша. Зәл, зәл, зәл. Бұл да жуан, а мен оның ортасы, иә, жуан әріптер. Ра, ра, ра. Зә, зә, зә. Син, син, син. Шин, шин, шин. Сад, сад, сад. Дад, дад, дад. Жаңа жоғарыда айтқандай, тілдің ұшы азу тістің немесе оң жағына немесе сол жағына шамалы қисаят. Дад. Бұл да солай. Та, және а мен оның ортасы, иә, жуан әріптер. Та, та, та. Va. Азу тіске қартай барады. Va, va, va. Айн, айн, айн. Ғайн, ғайн, ғайн. Фә, фә, фә. Қаф, қаф, қаф. Кәф, кәф, кәф. Ләм, ләм, ләм. Мим, мим, мим. Нун, нун, нун. Вау, вау, вау. Ха, ха, ха. Я, я, я. Түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі бұл дәл сол алфавит, дәл сол әріптер және ретімен тұр. Бірақ бұл жерде 7 әріп, жуан әріптер қызылмен боялған. Осы жуан әріптерге бір көңіл бөліп өтіңіздер. Мінекей. Алиф, бә, тә, фә, джим, ха, ха. Жуан әріп, мінекей. Ха, араб тілінде жуан 7 әріп бар. Ха, жаңа айтқандай, а мен оның ортасы. Ха, ха. Дәл, зәл. Сақауша, иә? Зәл. Ра, ра. Зә, син, шин. Сад, дад. Та, ва. Айн, ғайн. Жуан әрбе, ғайн. Сад, дад, та, ва, ғайн. Жуан әріптер. Айн, жіңішке әріп. Фә, қаф, жуан әріп. Кәф, ләм, мим, нун, вау, ха, я. Енді мына жерде ра әрпі қызылмен белгіленбеген. Өйткені бұл ра әрпінің біз алдыңғы сабақтарда Құдай қаласа тоқталатын боламыз. Ра әрпінің жіңішке оқылатында жерлері бар. Сол себепті бұл таза жуан әріпке кірмейді. Бірақ ра жалпы өзі табиғатында жуан. Бірақ жіңішке болуға да бейімділігі бар болғандығы себепті бұны толық жуан әріптің арасына кіргізбейді алфавитте. Енді мына жерде дәл сол алфавит, бірақ ретсіз берілген. Мына жерде бұл сіздерге үй жұмысы болады. Үй жұмысында жаңа бұл әріптерді жақсылап танып алу үшін. Енді бұл жерде біздің көңіл бөлетін мәселеміз мына қызылмен жазылған әріптер. Қызылмен жазылған әріптерде бұл жерде шығу тегі бір, және бірақ дыбысталуында кішкене айырмашылық болған әріптер.
мысалға та әрпі жіңішке, та әрпі жуан. Екеуі өте ұқсас әріп, бірақ дыбысталуы бөлек. Біреу жіңішке, біреу жуан дыбысталады, бірақ шығу тегі бір. Та, та, дәл, даб, қаф, кәф, әлиф, айн, яғни әлиф, айн, син, үш әріп, фә, син, сад, яғни бұлай оқысақ та болады, фә, сә, са. Түсініктірек болу үшін, яғни болашақта осылай үйренеміз. Мысалы, синді сә ғып, си, су ғып оқып үйренеміз. Мысалы, са, си, су ғып оқып үйренеміз. Әзірге үйреніп алу үшін сіздерге түсіндіріп кетіп жатқаным, әзірге фә, син, сад деп оқи беріңіздер. Ха, 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 яғни үш ханың түрі бар. Біреуі ха, жоғарыда айтқандай тамақтан шығады, екіншісі ха, таңдайдан шығады, жуан, үшіншісі ха, ешбір кедергісіз тамақтың кеудеге қосылған жерінен шығады. Ха. Одан кейін үш зә әрпі бар, үшеуі де дыбысталу әртүрлі. Зәл, зә, за, яғни зә, зә, за деп оқысаңыз да болады. Мына қалған әріптер, бұлар өзінің қосары жоқ болған әріптер, және де оның ішінде жіңішке әріптер. Мінеки, қадірмен тыңдарман, бүгін сіздермен ең алғашқы бірінші өтетін сабағымыз, дәрісіміз осы. Үй жұмысы сіздерге мына алфавиттерді жақсылап жаттау, және де жуан жіңішке әріптерін танып алу, ажыратып алу, және де бұл әріптерді тек жаттап қана қоймай, жақсылап тану. Яғни әрбір нүктесіне дейін, әрбір формасын бәрін зрительный памятпен жадыларыңызда сақтап, жаттап алыңыздар. Дәрісіміз пайдалы болды деген үміттемін. Келесі сабағымызда сіздермен фатха, касра, дамма харакаттарын өтетін боламыз. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.